Саламатсыздар ма? Тараз қаласы номер 34 орта мектебінің тарих пән мұғалімі Орақова Балнұр Санатқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Сабағымыздың мақсаты 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңызын ашып, оқушыларға жеткізу және оқушылардың қосымша құжаттарды меңгере отырып, өздігінен өзі білімдерін толықтыру. Үй тапсырмасы 1950-1960 жылдары Қазақстанда қандай өнеркәсіп орындары болды? Мыс қорыту зауыты қай қалада орналасты? Қазақстанның қай облыстарына тың игеру жүргізілді? Қанша жұмысшы келді? Сабағымыздың жалпы жоспары 1986 жылғы желтоқсанның әлеуметтік, экономикалық және саяси астары, 2-ші желтоқсан оқиғасының сипаты, 3-ші желтоқсан оқиғасының себептері мен тарихи маңызы. Қазақстан Компартиясының 5-ші пленумында Мәскеудің тікелей бұйрығымен Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев орнынан алынып, орнына Колбин тағайындалды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының басталу барысына себебі халық шаруашылығының тоқырауы, 2-ші қазақ тілінің жағдайы күрт төмен түсуі, 3-ші Семей полигондағы жарылыстар және КОКП 5-ші пленумда Қонаевтың кетуі және Колбиннің биліктің басына келуі. Желтоқсан оқиғасының сипаты қазақ ұлтшылдығы айдарын таққан Михаил Соломенцев болды. Ол 1990 жылдың 21 мамырында КОКП ОК-ның қазақ ұлтшылдығы айдарынан бас тартты. Және Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсанның 17-18 түннің оқиғаларына қатысқан үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау туралы шешімді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылы 12 желтоқсанда ақтап алынды. Тарихи маңызы қозғалысты басу үшін метель, яғни құйын 1986 атты оперативтік жоспар құрылды. 3200 адам және 10-15 мың жасақшы, 20 өрт сөндіруші, 15 БТР қатыстырылды. Ұлттың өзін-өзі тану сенімін ояну, одақтас республикалардың егемендігіне сипаттама берілді. Социалистік құрылыстың күйреуі жүргізілді. Желтоқсан оқиғасының салдары. Желтоқсан оқиғасының тоқтату үшін КСР ішкі істер министрлігінің бірінші орынбасары генерал-полковник Илисов басқарды. Оның құрамында 20-25 мың адамнан тұратын Алматы гарнизоны құрылды. Және сонымен қоса желтоқсанның 19-23 аралығы халықтың наразылық шерулер мен митингілер Қазақстанның Жезқазған, Талдықорған, Көкшетау, Қарағанды, Арқалық, Павлодар, Жамбыл, Талғар және Сарқан қалаларында өтті. Желтоқсан оқиғасының құрбандарына айналған, яғни желтоқсан көтерілісінің құрбандары қатарында Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджановна, Қайрат Рысқұлбеков және Ләззат Асанова сынды ержүрек қазақ жастары бар.